Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін сіздермен өте пайдалы ақпаратпен бөліскім келеді. Укроп, петрушка, көк пиязды қандай тәсілмен, қалай холодильникте сақтауға болатынын толық видеода көрсететін боламын, және өзімнің жиі қолданатын тәсілімді де көрсетемін. Сол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі де қызықты видеолармен сіздермен бөлісемін. Ең бірінші петрушкамызды ашып алайық. Бізде дүкеннен жаңа ғана сатып алып келдік. Енді сарғайған жапырақтар болса алып тастаңыздар. Енді петрушкамызды жууға кірісейік. Петрушкамызды салқын суға жуамыз және төменге қаратып, араларын ашып жуамыз. Мұжбай, сілкімей жуамыз. Ал енді салқын суымызды осылай бокалдың түбіне ғана құйып аламыз. Кейін петрушкамыздың түбін қиып тастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, түбі қурап, іштері уже ауа болып кеткен, ешқандай влажный болып тұрған жоқ. Сол себептен оның барлығын қырқып тастаймыз. Кейін барып суға салып орналастырамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бізде свежий сабақтарымыз дайын болды. Енді соны суға орналастырамыз. Ал енді дәл осылай пакет кигізіп, барлық жерін жауып, біздің петрушкамыз жапырақтары су болып тұрады, оны ешқандай сілкімеңіздер. Сол күйінде осылай пакетті барлық жерін жауып, пакетімізді буып қоямыз. Өзінің ылғалдылығы өзінде болуы тиіс. Дәл осылай холодильникке сақтасаңыздар болады. Бір аптадай сарғаймай тұрады. Пайдаланып көріңіздер, ұнаса лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сізде қалай сақтау керектігін, басқа да әдісін білсеңіз, комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Келесі менде укроп. Укропты да қабығын ашып, міне көріп тұрсыздар, сабақтар барлығы қурап кеткен. Оның барлығын қырқып алып тастаймыз. Яғни бұны да асықпай жуып, оны да суға орналастыратын боламыз. Дәл осы тәсілмен укроп пен петрушкамызды салқын суға жуып, сілкімей, бокалға түбінен салқын су құйып, сыртынан пакет кигізіп, холодильникте бір аптадай сақтауға болады. Бір аптадан кейін жайлап сарғая бастайды. Ал енді келесі бізде көк пияз. Көк пиязымыздың бас жағын, яғни тамыры шығып тұрған жерлерін кесіп алып тастаймыз. Кейін салқын суымызға жақсылап жуып аламыз. Ал енді жуылған көк пияздарымызды өзіңізге қалаған формаңызда турап алсаңыздар болады. Менде майда формаға турап алдым, өзіме ыңғайлы. Енді бұны замогы бар, яғни аузы жақсы жабылатын пакетке салып, морозилкаға сақтайтын боламыз. Егер де пакет болмаса, қарапайым үйдегі контейнерлерге сақтасаңыздар болады. Менде осындай пакланың пакеті арнайы қатыруға арналған. Осыған сақтаймын. Және бұны 6 айға дейін қолданса болады. Ешқандай дәмі, түсі өзгермейді. Өте пайдалы нәрсе деп ойлаймын. Егер де сіздерде өзіңіздің басқа да әдісімен сақтайтын болсаңыз, комментарий бөліміне жазып кетіңіз. Өз пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Ал енді өзімнің тәсілімді көрсетемін. Укропты тазалап жуып, салқын суымызға, кейін жақсылап кептіріп аламыз. Сухой салфеткамен немесе құрғақ матамен кептіріп аламыз. Кейін осылай майдалап турап, контейнерге салып қоямын, және оны морозилкеге 2-3 жылдай сақтай берсе болады. Және айта кететін жайт, егер де сіздерді үйлеріңізде 3-4 сағаттай свет өшіп қалса, біздің сақтап жатқан укроптарыңыз морозилкада ерісе, ол түсін өзгертсе, болмаса иісін өзгертсе, ол жарамсыз деген сөз. Сол себептен свет өшкен жағдайда дәл осы әдіспен сақтайтын болсаңыздар, қадағалап тұрыңыздар. Ал егер де жақсы болса, 2-3 жылдай сақтауға болады. Ол ешқандай дәмін немесе түсін өзгертпейді. Мен осылай өзім қолданамын. Ал келесі бізде петрушка. Дәл осы тәсілмен өзім жиі қолданамын. Жуып, тазалап, салқын суымызда кептіріп болғаннан кейін жапырақтарын осылай қырқып контейнерге саламын. Турап, майдалап, турап салсаңыздар да болады. Өзіңізге ыңғайлысын жасаңыз. Мен осылай үлкен-үлкен қылып жапырақтың өзін ғана кесіп аламын. Салаттарымның бетін безендіруге өте ыңғайлы. Бұны да морозилкаға сақтап қоямыз. Және свет өшіп қалған жағдайда
бақылап тұрыңыздар. Дәл осы тәсілмен сақтайтын болсаңыздар, петрушкамызда 2-3 жылдай сақтай берсе болады. Ешқандай дәмін, түсін өзгертпейді. Тек свет өшкен жағдайда қатты бақылап тұрыңыздар. Және контейнердің қақпағы жақсы жабылуы тиіс. Сіздермен пайдалы ақпаратпен бөлістім деп ойлаймын. Ұнаса лайк қойып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Басқа да қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.